Достар, қалайсыздар? Бүгін 1-2 сағаттық обедтің өзінде бітірген тірлігіммен бөліскім келді. Жұмыстан келіп, түскі асты әбден ішіп алып, қызым да сабақтан келе жатыр екен. Мен де әңгіме айтып үлгеріп отырмын. Сырттағы біраз тірлікті бітірмек болдым. Әйел деген ешқашан бос жүрмейтін халық қой. Далаға шығып бара жатып, үйде жиналған қоқыс пен тауыққа жуындыны ала шықтым. Бізде батыста жуынды дейді, сізде қалай айтады? Қоқысты біз далаға лақтырмаймыз. Сарайда жаман қапшықтарға салып, жинап, бір өртейміз. Соның өзінде көп қап болып жиналып қалады. Ал жуындыны бетіне шоколад салып тұрып, тауықтың бәрін басын біріктіріп, ципа деп әлеумет табағына шал жая бергендей қылып күрс еткізді. Олар да түк көрмегенде таласып, тармасып жатыр. Ой, содан ойланып тұрып, сепаратор қорамдағы етім есіме түсті. Кеше 2 үлкен шелек қылып кіргіздім де, морозильникке салып алдым. Тағы бір шамасын морозильнигі сыймай қалады-ау деп сарайыма тастап кеткен болатын. Бірақ морозильникте орын қалғандықтан тағы бір шелек қылып салып алып, оны үйге апардым. Енді оны кешкісін оқсатып, кішкене ерітіп, бір асын қылып салып, қайтадан морозильникке салуым қажет. Сонымен ол етті де кіргізіп алып, қарасам жолдасым жалғызсырап, қорада мал жайлап жүрген. Қой, жұмысқа дейін уақыт бар екен, малдың боғын алып тастайын дедім. Ой, бір келгеннен кейін шығасың ба? Камераны бұлай қойып, былай қойып, контентті өлтірдім енді. Күйеуімде ана жерді алып таста, мына жерді алып таста деп жұмсап қалдым. Сөйтіп тәшкеге боқты сала бердім. Бірақ мынаяқта миымды мына маңырап тұрған қой жеп қойды. Бұл өзі қасына бір серік те тап болмады. Маңырай береді. Жалғызсырап тұр ғой, қасында қошақаны бар, бірақ сырттағы қойлардың қасына шыққысы келіп маңырайды. Мен де онымен жарысып, ана жердің боғын күреп, мына жердің боғын күреп, алып тастап, өзімше камераны ана жерге жүгіріп қоям, мына жерге жүгіріп қоям. Ой, не керек, бір талай шаруасын тастадым. Ана куртканың жырығын көріп тұрсыздар ғой. Одақ қатының бар ма десе, енді мен болам. Сол куртканың жыртылғанына 1 жыл болды ғой. Ананы тігуге менің қолым да тимейтін сияқты ғой. Бірақ менің қолым тиеді деген, мен соны тікпеймін. Ине ұстағым келмейтін адамның бірімін. Ал сондай кемшіліктер бар ма араларыңызда? Ине ұстағым келмейді. Сонымен не керек? Бұл қоранында болғын тауысып бітуі қалдым. Әлі алып жатырмын. Ай, не керек? 2 тәшкі боқ сондағы шыққаны, бірақ әйел қасқа жай жасайды екенбіз. Ер адамның жұмысын бір талай жұмыс атқарып тастағандай болдым. Сонда қалғам 2 тәшкі боқ. Өзім қолым жыбырлап, мен жерге камера ауыстырып жүріп, ішімнен ойлап жүрмін ғой. Кешкі асқа не пісірсем екен. Қаздың сатанымен қанатын салып қойсам ет болып шығады. Ойден кейді, әйел қасқа сөйтеміз ғой. Ал сіздерде кешкі асқа не бүгін? Сонымен бүгін ойланып бешбармақ жасайтын болдым. Қазір жұмысқа барып келгеннен кейін бешбармақты пісіріп, нан келіп, картошкасын салып, бүгін семьяма ет беріп ойладым. Ол да бір біткен іс болды. Басымда босқа жүрмей, кешкі асты да ойлап тастадым. Ал боқ әлі бітермес. Ой, бұл әлі алып жатырмын. Бізде қора ұзын ғой. Сосын бөлек тұрады қоралар деген. Сонымен солардың астындағы боқты алып тастадым. Күйеуім аяды ма, қасқа тәшкідегі боқты көз төгіп берді. Ал мына сиырлар болса, мұз жалап, рахаттанып отырған. Сонымен скорості қосайын дедім, қой болмас деп. Шулдап келіп қарасам, мына сиырым рахаттанып мұзды жалап тұр ғой. Осы сиырлар неге мұз жалайды? Өліп жалайды. Ой. Сонымен не керек? Боқ алынды, шөп салынды. Күйеуіме қарап тұрып, ана қораның боғын алып болдың ба деп. Соқпайым ба? Қақтан алмапты. Ой, жарар енді бір жақсылық қылсаң бүтін бұл деп, күрегімді сүйретіп, үлкен қораға келдім. Үлкен қорада бір жақсы жері, тәшкеге салмайсың боқты. Осындай әдем форточкасы бар. Мына баспақтардың барлығы маған қарап тұр, енді не бітірер екен мына қатын деген кеше. Ал қалыспайын, енді ұятқа қалмайын деп қолға күректі алдым да
әйде итеріп 180 мен. Сонымен жаңа форчикіден боқты лақтырдым ғой. Ойбай, тәшкеге салғаным жақсы екен ғой деп ойладым бір жағынан. Өйткені мына күректі жоғарыға лақтырған кезде шаршап қалады екенсіз, кәдімгідей. Буым бұрқырап жүр ғой. Желкем терлеп кетті. Арасына сағат қарап қойым, шоқып барып телефоннан. Жоқ, шамалы уақыт бар екен деп. Әйде, шуылдап жүрмін. Шамалы деген боғымда әлі бітпей жатыр. Ендік сөйтіп. Боқты да аз айттым әйтеуір. Әне тартып, бері тартып. Сонымен форточкіден боқты алып бітірдім. Ана бір ел баспақты маған қарап тұр ғой. Ұялғандай. Не бітіреді деген шығар. Жоқ, бітірді не дегенмен. Алып тастадым. 6 секундта оны терезеден лақтырып тастадым. Телефон зарядкасы өшіп қапты. Ойбай, қасқа деп үйге зымырайын деп телефонды қолға алдым. Боқты алып тастап, форчиканы тарс жауып алмастай қылып, қасқа үйге зымырайын, содан жұмысыма кетейін деп кетіп бара жатсам, жолымда папамыз шөп салып жатыр екен малға. Далаға татыр кетпе, жоғарыдан қазір жылқылар келу керек, соларды қарап тұр деп. Сөйтіп мен үйтіп тұрғанда өсекті айтып тұрып жылқының кеп қалған байқамаппын ғой. Бір ауызды естіп алып, жылқыға жүгіріп, қайырсып, оны айдасып, шуылдап 180 мен қарасаңыз, ой, бақ шіркін. Жылқы деген бір керемет жануар ғой, жануар. Жұмысқа енді шуылдап зыттым ғой. Бұл жай 5 минутқа далаға шыққан Гаухардың 2 сағат оқиғасы ғой. Видео ұнап жатса, лайк, комментарий тастап, подписаться етуге ұмытпаңыздар.